Енді биылғы жылдың қорытындысы, Құдай қаласа мына 25-ші жыл мен оты шағыма, шаңырағыма Құдай жақсылығымен келді деп есептеймін. Жылдың басында міне Қуат пен Ақбота Амалия Нұқтай берді оларға. Амалия келді дүниеге, ол да біздің үлкен қуанышымыз, бәрімізге ортақ. Мына осы биылғы жылда міне Құдай қаласа қуанышым оты шағында бәрі міне ойлаймын, бәрі өз-өзімен балалар өсіп келе жатыр. Әрқайсысы өз саласымен, өз қабілетімен білім алып жатыр. Спорт жағынан болса спорт, шахматы болса шахматыдан әр нәрсес, әр жақтан жан-жақты заманауи балалармен оқып, дәрежеге жетіп жатыр. Кәусар міне Құдай қаласа міне 10-шы класс оқып жатыр. НТ-ға уже қазірден дайындалып жатыр. Ол кісі алдына қойған мақсаты Құдай қаласа грантқа түсемін дейді. Өзі қалаған, өзі неткен жерге оқимын деп жатыр. Кәусар, мен саған сенемін. Сен осындай дәрежеге жетесің, сен өте сондай ұқыптысың, оқуға, білімге өте берілген қызсың. Өстіп, арада осындай неғұрлым білімге құштар болыңдар балаларым. Сонда сендерге әр нәрсе оңаймен, жеңілмен, әр сала жұмыс болсын, білім болсын, не болсын, бәрі жеңілмен сендерге келе береді. Білім, ең керегі білім балалар. Енді саған тілейтім сол жақсылап НТ-ні ойыңдағыдай 140 па 130 ең максимальный балды алып грантқа түсуге саған. Ең сенің қазіргі өмірлік нең қағидаң, алдында тұрған мақсатың жақсы НТ тапсырып грантқа түсу. Ол да бұл әке-шешеңе жеңілдік болады, білесің бе балам? Если қазір басыңда сана сезім, оқуың, білімге құштар болса, соны пайдалану керек балам. Пайдаланып, соны іске асырып, жақсы білім алып, жақсы профессия алып, жақсы жігітпін. Сендер де айтамын ғой міне, жақсы оқыңдар, жақсы ер азамат болыңдар. Мен енді сендер үлкен боласыңдар, үйленесіңдер, Құдай қаласа мен көрсем де, сендер мені ойлаймын, что жақсы міне папаң секілді жоғары білімді алып, жақсы маман болыңдар балаларым. Мен сендерді тілейтім. Мен қуанышыма тіреу болыңдар, екеулерің екі қанаты болыңдар, мен қуанышыма. Сендер үшін бұл әр нәрсе қазір сендерге әрекет жасап, жақсылық істеп жатыр. Сендер ең керегі кәртегенде бала шағаларым, әке-шешелеріңді қатты сыйлаңдар, жақсылық істеңдер, жақсылық беріңдер. Ең керегі сол. Мен ойлаймын, сендер иман жүзді балалар тәрбиелеп жатсыңдар, жақсы балалар тәрбиелеп жатсыңдар. Мен сендердің балаларыңа шынымен де басқаша сенемін. Сендер жақсы жанұя боласыңдар, қазақи, білімдар. Мен сендерге тілейтін, ең керегі мына қуаныш мен мөлдір екеуінің ынтымағымен білем, нық, бір-біріне сенет, бір-біріне тіреу, сүйеу, бір-бірінің сүйіспеншілігі де артылып тұр жақсы. Бұлардың да мақсаты сендерді жақсы тәрбиелеу, көз ашқып тәрбиелеудің мақсаты әке-шешең. Шешең мұғалім болса, ол кісі сендерге именно настай, өше әйелді таңдағанда мұғалім таңдандар. Сонда болашақтарың жақсы болады. Шынымен мен айтамын бұл балаларға, қыздар әтіне. Потому что мұғалім олар дұрыс жол береді, дұрыс тәрбие береді. Шешелерің мұғалім ғой, сендерді дұрыс жолға салады. Сол үшін ең керегі әке-шешелеріңді, ең керегі кәртегенде әке-шешелеріңді сыйлаңдар. Қолдарың жетсе бәр жерге барыңдар. Курорттағы мен қанша әлемді көрдім, сонда мен балаларымда әке-шешелеріңді сонда жақсы көрсетіңдер. Тілейтін сендерге денсаулық, бақыт, үлкен табыс. Балам, ер азамат, мен ұлым ерекше бала, өте мейірімді бала, өте мөлдір, тебе повезло, осындай мен балам саған пешенеге біткеніне. Оған өкінішім жоқ, тек қана қуанышым.
махаббаттар мен білем, зор бір-бірлеріңе. Осы махаббатты жоғалтпай, осы жақсылап балаларды тәрбиелеңдер деп мен Құдайдан сұрайтым да, тілейтім да. Мен артында қалған ұрпақтарым осындай кімнің баласы, Шәрипа мен Тастемірдің баласы, кімнің немерелері, Шәрипа мен Тастемірдің немерелері деген біздің немізді төмен түсірмеңдер. Бізден биік, біз биік қандай дәреже жетсек, сендер біздің туымызды ары көтеріп жалғастырыңдар ма, балаларым. Мен сендерге айтайын, дендеріңіз сау болып, бақытты болыңдар, шаңырақтарың осындай биік болсын, дастархандарың мол болсын. Мен білем, сендердің дастархандарың мол, берекелі, қонақ жайлысыңдар. Мен мақтанам, бәрін мен сендердің нелеріңді мақтағанда, мен әлдеқандай марқайып қалам. Аман болыңдар, осы дәрежелерінен түспей, аман есен болыңдар. Мен осы сендердің рахаттарының нелерін көруге маған да нәсіп етсін. Аумин, Аллах бір. Аумин, рахмет, мама. Сізде аман болыңыз. Сізде аман болыңыз. Ортамызда үстіп, төріміздің сәнін келтіріп отыра беріңіз. Ешқашан ауырмаңыз. Бізде аман болайық, сіздің алдыңызда перзенттік парызымызды орындай берейік. Немерелеріңіз аман болсын. Бәріміз үстіп күліп ойнап, тату тәтті бақытты өмір сүре берейік. Жаңа жылдан жаңа жылға аман есен жете берейік.